Дәріс жоспары. Жазық бұрыштың ортогональ проекциясы және кесіндінің ұзындығы мен оның проекция жазықтықтарына. Көлбеу бұрыштары. Кеңістікте жазықтықты мынадай тәсілдермен анықтауға болады. Бір түзудің бойында жатпаған үш нүкте арқылы, бір сурет, түзу және одан тыс орналасқан нүкте арқылы, бір сурет, екі қиылысушы, бір сурет, немесе параллель түзулермен, бір сурет, кез келген жазық фигурамен, бір сурет. Жазықтықтың берілу тәсілін алдыңғы тәсілдің біреуінен шығарып алуға болады. Жазықтық іздері. Жазықтық іздермен де берілуі мүмкін. Жазықтықтың іздері деп жазықтықтың проекциялар жазықтықтар мен қиылысу сызықтарын атаймыз. Жазықтық түрлері. Жалпы жағдай жазықтығы проекциялар жазықтықтарының біреуіне де перпендикуляр емес жазықтық. Дербес жағдай жазықтығы бір немесе екі проекциялар жазықтықтарына перпендикуляр жазықтық. Деңгейлік жазықтық бір проекциялар жазықтығына параллель жазықтық. Горизонталь проекциялар жазықтығына параллель жазықтық. Фронталь проекциялар жазықтығына